Legitainment Tigers арнасына қайта қош келдіңіздер, достар. Баршаңыздың күніңіз жақсы өтіп жатыр деп үміттенем. Алайда күндер сәтті болмағандар бар екенін айта аламыз. Бұл Украинадағы Зеленский мырза және оның барлық батыстық серіктестері. Соңғы күні Украинаға жасалған ірі шабуылдан кейін олар таңғаларлық үнсіздік сақтауда. Біз көрген жағдай 2022 жылдың 24 ақпанынан бері бақылап келе жатқан қақтығыстың сипатын түбегейлі өзгертеді. Батыстың пікіріне қарамастан, президент Путиннің ешқандай блеф жасамаған анық болды. Бұл ақш, Ұлыбритания және Францияның Ресей территориясына соққы беру үшін ұзақ қашықтыққа ұшатын зымыран жүйелерін жеткізуге рұқсат бергеннен кейін болды. Нәтижесінде Украина Брянскіге және Курск облысына ақш пен Ұлыбритания жеткізген Атомикс және Storm Shadow зымырандарын қолдана отырып соққы жасады. Айта кетейік, бұл зымырандарды қолдану ақш пен Ұлыбританияның мақұлдауымен және басқаруымен жүзеге асуы тиіс. Украина мұны өз бетімен жасай алмайды, яғни ақш пен Ұлыбритания Ресейдің егемен территориясына жасалған шабуылдарға тікелей қатысы бар деген сөз. Бұл территориялардың тарихи түрде Ресейге тиесілі екенін Киевте ақш-та жоққа шығармайды. Осылайша Путин ешқандай блеф жасамай, жауап қайтаруға шешім қабылдады. Белгілі болғандай, ол зымыран ұшырды. Алғашында бұл РС-26 деп ойлаған. Бірақ ол бұрын белгісіз болған орта қашықтықтағы Орешник атты зымыран болып шықты. Бұл жаңғақ ағашы немесе фундук дегенді білдіреді. Маған ресейлік зымырандардың атаулары ұнайды. ақш пен Ұлыбритания өз зымырандарына Storm Shadow, Taurus Missile сияқты қатал әскери атаулар береді. Ал ресейлік зымырандардың атаулары Тюльпан, Пион, Орешник. Бұл керемет. Бұл нағыз классикалық троллинг. Бірақ адал болу үшін, мен мұны жақында Storm Shadow және Атакс зымырандары Ресейге қарсы қолданылғаннан кейін айтқан едім. Мен Украинадағы президент Зеленскийдің, Украинадағы заңсыз президентінің, Ресейдің әлі күнге дейін оның елін жермен жексен етпегеніне шексіз алғыс айтуы керектігін айттым. Бұл аздап қатал болып естілуі мүмкін. Бірақ Украина мен Батыс Ресейге жасаған әрекеттерін ескерсек, Зеленский мен оның серіктестері президент Путиннің Израиль премьер-министрі Натаньяху сияқты әрекет етпегеніне таңғалып, ризашылық білдіру керек. ақш, Ұлыбритания, Франция, НАТО, ЕО және Украинаның Ресейге қатысты әрекеттері Ресейге белгілеген барлық қызыл сызықтарды бұзу болып табылады. Және бұл әрине 2022 жылдың 24 ақпанынан әлдеқайда бұрын басталды. Бұл зымырандар іске қосылғаннан кейін президент Путин ядролық зеңбіректермен жабдықталуы мүмкін және нысанаға түскен жерден әлдеқайда маңызды нысанға соққы бере алатын Орешник баллистикалық зымыран жауынгерлік сынақтан өткізу туралы шешім қабылдады. Жеке өз басым Зеленский мырза тізерлеп отырып, Құдайға және президент Путинге оның өмірін Орешник зымыран қиратпаған үшін алғыс айту керек деп ойлаймын. Ол Құдайға алғыс айту керек. Ол қарулы күштер соборына барып, басын иіп, мүмкін президент Путин бейнеленген мозаика алдына дұға ету керек. Бірақ менің білуімше, ол мозаика әлі орнатылмаған. Ол Ресей армиясына президент Путинге, Белоусов мырзаға және оның өмірін сақтап қалуға шешім қабылдаған барлық адамдарға алғыс айтуы тиіс. Өйткені ойланып қарасақ, Зеленскийдің жеке көлігі, оның автомобильдері мен қозғалыстары, олардың барлық тәулік бойы бақыланады. Ресейде оның әр қадамын бақылауға жеткілікті спутниктер мен дрондар кадрлары бар. Бұл қақтығыс басталғаннан 12 күннің ішінде оның өмірі аман қалды. Жеке өзім мұның себебін түсінбеймін, бірақ мен президент Путиннен ақылдырақпын. Немесе Ресей Федерациясының жаһандық саясаты мен мүдделерін жақсырақ білем деп айта алмаймын.
Мен тіпті Ресей азаматы емеспін. Сондықтан президент Путиннің дұрыс шешімдер қабылдайтынына сенемін. Бірақ шынымды айтсам, егер қазір Ресейді Иосиф Сталин басқарған болса, ресейлік егемендікке осындай шабуылдар мүлдем төзімсіз болатын еді. Батыс президент Путиннің осындай сабырлы, рационалды және тұрақты екендігі үшін ерекше алғыс айту керек. Батыс баспасөз бізге президент Путиннің сенуге болмайтын біртүрлі психопат екенін айтады. Бірақ ол Украинаға орешник зымыран жіберген кезде, олар ол шын мәнінде өте әлсіз, біз бұған мән бермеуіміз керек. Біз Украинаға шексіз әскери қолдау көрсетуіміз қажет дейді. Бұл шабуылға жауап беру туралы кейінірек сөйлесеміз, ал қазір қысқаша ақпаратпен бөлсейін. Орешник зымыранның ұшу қашықтығы 1000-нан 3000 шақырымға дейін жетеді. Бұл құрлықаралық баллистикалық зымыран емес, орта қашықтықтағы зымыран. Зымыран ядролық зеңбіректермен жабдықталмаған, бірақ Днепрде орналасқан және Капустин ярдан шамамен 800 шақырым қашықтықтағы нысанаға жету тәуелсіз зеңбіректі жеткізді. Украиналық биліктің мәліметінше, зымыран елді мекенсіз өнеркәсіптік кәсіпорынға тиген. Шабуыл суреттерін талдау орешник зымыранның бірнеше зеңбіректермен жабдықталған 6 тәуелсіз зеңбіректен тұрғанын көрсетті. Сонымен Путин есінен адасқан ба? Ол әлсіз бе? Батыс бұл әрекетті елемеу керек пе? Жоқ, бұл Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров батысқа ескертіп, Ресейдің ядролық арсеналы жаңартылған мәлімдегеннен бірнеше күн өткен соң болды. ақш пен батыс бұл мәлімдемеге назар аударуды деп үміттенемін. Олар бұл хабарламаны оқыт деп сенем. Біз өте тұрақсыз уақытта белгісіз әрекеттері бар тұлғалармен өмір сүріп жатырмыз. Президент Байден, яғни бұл адам Амазон орманында адасып жүргенде. Ол қазір өз ақылын жоғалтып жатыр. Ол G20 саммитінде суретке түсуге шыға алмайды. Өйткені ол пальманың немесе басқа бір нәрсенің артында жасырынуда. Ол ядролық соғыс бастайын деп жатыр. Такер Карлсон мұны өте анық айтты деп ойлаймын. Ол сәтсіз президент әлемдегі ең қауіпті елмен ыстық соғысты бастады. Біз бәріміз қаза табудың алдында тұрмыз. Сіздер әр кеш сайын дұға етулеріңіз керек деді. Мен асыра сілтеп айтқым келмейді, бірақ орешник зымыраны ядролық зеңбіректермен жабдықталуы мүмкін деген факт бар. Ол Киевке бағытталуы мүмкін еді. Ол Зеленский тұратын Мариинский сарайына бағытталуы мүмкін еді. Бірақ президент Путин бұлай жасамауды таңдады. Ол сабырлы, рационалды, тұрақты және бәлкім тіпті тым тұрақты болуды таңдады. Өйткені Зеленский өзінің елінің жойылуын сұрап жатқандай көрінеді. Зеленский өзінің азабынан құтылуды сұрап жалбаруда. Зеленский орешник тура басына түсуін сұрап отыр. Мен зорлық зомбылықты қолдаймын деп тұрған жоқпын, немесе басқа нәрсені меңзеп тұрғаным жоқ. Мен тек фактілерге қарап, не болып жатқанын түсінуге тырысамын. Өйткені оның мұндай әрекеттерді не үшін жасап жатқанын түсінбеймін. Бұл шынымен де таңғаларлық жағдай. Батыс елдері бұл әрекеттерге жауап беру туралы шешім қабылдады. Пентагон баспасөз хатшысының орынбасары Сабрина Синг Ресейдің ұрыс жағдайында сынақтан өткен жаңа гипердыбыстық зымыраны Украина үшін қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Иә, бұл рас. Бірақ ол Ресей президенті Владимир Путиннің НАТОға жасаған ескертуін шынайы қауіп емес, жауапсыз риторика деп атады. Мұнда қандай риторика жауапсыз? Ол қандай қауіп шынайы екенін түсінбеймін. Зымыранды мүлдем тоқтату мүмкін болмады. Украина әуе қорғаныс жүйелерінің ешқайсы бұл орешник зымыран атып түсіре алмады. Олар тіпті өздеріне не ұшып келе жатқанын білмеді. Егер ақштың егемен аумағына осындай зымыран соққы берсе, және оны тоқтата алмаса, бұл шынайы қауіп емес деп санала ма? Өйткені ол Айовадағы бір зауытқа түседі деген оймен бе? Мұның қаншалықты ақылға сыймайтынын түсінесіз бе? Бұл жағдайдың мүлдем ессіздігі сол. Олар барлық ескертулерге қарамастан эскалация жолын жалғастыруда.
Олар Украина Ресейдің көптеген шабуылдарға төтеп берді. Соның ішінде бұл қарудан әлдеқайда күшті зеңбіректермен жасалған зымырандар. Сондықтан біз Украинаға барлық қажетті қолдауымызды жалғастырамыз деді. Әрине, Украина күштірек зымырандардың соққыларына ұшырады. Бірақ Днепрге жасалған бұл шабуылдың мәні, бұл зымыран ядролық зеңбіректермен жабдықталуы мүмкін еді. Тағы да Зеленский Құдайға Ресей Орешник зымыранның біреуін қана жіберіп, мыңын жібермеген үшін алғыс айту керек. Олардың арсеналында мұнша көп болу мүмкін емес шығар, бірақ сіз идеяны түсінесіз. Бұл хабарлама болды. Бұл хабарлама Storm Shadow'ды жіберуді тоқтатыңдар. Біздің аумақтық тұтастығымызды бұзуды доғарыңдар. Атакамсты жіберуді тоқтатыңдар. Сендер батыс бұл іске араласқансыңдар. Сонымен Вашингтондағы либералдар енді Украинаға сенбейді ме? Олар енді Украинаны егемен ел және оның пікірі маңызды деп айыптайды ма? Өйткені соңғы бірнеше жылда олар бізге дәл осылай айтты. Олар Украина тәуелсіз ел. Егер ол келіссөздер жүргізгісі келсе немесе қаламаса, бұл оның шешімі. Ешкім Украинаны өзі қаламайтын нәрсені жасауға мәжбүрлей алмайды. Бірақ қазір олар, достар, үшінші дүниежүзілік соғыс басталады. Бұл жақсы емес. Біз одан жеңімпаз болып шықпайтын сияқтымыз. Президент Путин де мәлімдеме жасады. Біз оны 1 минуттан кейін толығырақ талқылаймыз. Оның айтуынша, Украинаның ұзақ мерзімді соққыларынан кейін аймақтық қақтығыс жаһандық элементтерге ие болды. Сондықтан бәрі біздің жаһандық қақтығыстың ортасында екенімізге келісетін сияқты. Олар дүниежүзілік соғыс терминін қолданудан қорқады. Иә, білмеймін. Бірақ оны соғыс алдындағы соғыс. Отырықшы соғыс деп атау қиындай түсуде. Бұл дүниежүзілік соғыс емес сияқты көріну қиындап жатыр. Кейбіреулер Украинаның істеп жатқаны бәрі батыстың көмегімен. Ресей аумағында ұзақ қашықтықтағы зымырандарды ұшыруы, Киевтің президент Трамп кезіндегі Ресей және ақш-пен келіссөздердегі позициясын нығайту әрекет деп санайды. Бірақ мен осы ақылсыз, терең мемлекетке батып кеткен батыс басшылығының соңғы айларында бұл сайтанды құбыжықтар үшінші дүниежүзілік соғысты бастауға тырысып жатқанын көремін. Және президент Путин жағдайға қарап, Байден, Трамп, Обама, Клинтон маңызды емес. Олардың бәрі бірдей. Маған билікке кім келетіні маңызды емес. Ресейде Дональд Трамптың қақтығысты осықтырмайтынына сенімділік бар ма? Ол өз командасына Украинадағы соғысты қолдайтын көптеген Ресейге қарсы сұңқарларды тағайындады. Менің ойымша ол ештеңеге сенімді емес. Менің ойымша ол, мен өз елімнің қауіпсіздігі қорғанысы және аумақтық тұтастығына мән беремін. Егер біреу оны кез келген уақытта тіпті Байден әкімшілігінің соңғы айларында бұзса, біз жауап береміз. Біз өз елімізді қорғап, қажет нәрсені жасаймыз. Путин әлде өршіп кетпеу үшін өте сақтықпен әрекет етеді. Қазір Европада өте қызықты нәрсе болып жатыр. Ұлыбританияның LGBT армиясын басқаратын Ұлыбританияның қорғаныс министрінің орынбасары Ұлыбритания Ресеймен соғыс бастауға дайын екенін айтты. Сіз білесіз бе? Білмеймін, бірақ британдық армия онша үлкен емес. Олардың суға батып кету өте оңай. Осы кішкентай аралда отырады. Менің ойымша, Киев Стармер президент Путинге Ұлыбританияның мұхитқа батып кетпеген үшін алғыс айту керек. Мұны ешкім байқамас еді.
Егер бұл арал жоғалып кетсе, әлем әлдеқайда бейбіт орынға айналуы мүмкін. Бірақ олар соғысқа дайын екендіктерін айтады. Ал Германия, егер сенсеңіз, Нью-Йорк Пост неміс қорғаныс құжатын жариялады. Бұл Deutschland операциясы кодтық атаумен дайындалған. 1000 беттік сценарий. Германия Украинада 800 000 НАТО әскерін орналастыруды жоспарлай бастады. Бірақ бұл нені береді? Неміс экономикасы күйреуде. Олардың бүкіл елі құлдырауда. Миллиондаған ер адамды соғысқа жіберу неміс жобасын көрге апаратын шек. Германия өзінің экономикасын, елін және миллиондаған ер адамды өз проблемаларды тудырған бейбіт келісімдерге тосқауыл қойғандар үшін құрбан етуге дайын. Енді Дональд Трампқа және оның осы қақтығыстың өршуіне қалай қатысы бар екенін түсіну керек. 2019 жылы ақш-ты орта және қысқа қашықтықтағы зымырандарды жою туралы келісімнен шығарған Дональд Трамп болды. Ол зымырандардың бүкіл санатына тыйым салды. Ресей қазір қолданып жүрген мысалы фундук. Европаны құртуы мүмкін бұл орташа қашықтықтағы зымырандар. Сондықтан ақш-ты осы шарттан шығарған Дональд Трамп болды. Президент Путин соққыдан кейін мәлімдеме жасады. Оның айтуынша Ресей қару жарақтары Ресейге қарсы қолдануға мүмкіндік беретін елдердің әскери нысандарына қарсы қаруды қолдануға құқылы деп санайды. Қандай елдер қаруларын Ресейге қарсы қолдануға мүмкіндік береді? ақш, Ұлыбритания, Франция әзірге тізім осындай. Ертең бұл тізімге Германия қосылуы мүмкін бе? Иә, 100%. Ресей, ақш, Ұлыбритания және Францияның әскери нысандарына қарсы қару қолдану құқығын өзіне қалдырады дейді. Бұл қазірдің өзінде, біз қазірдің өзінде осындамыз. Болашақта бұл ештеңе емес. Егер олар мұны тағы бір рет жасаса, жоқ, қызыл сызық қазірдің өзінде қиылысқан. Егер Путин қаласа, дәл қазір жасай алатын еді. Бұл Ресей Федерациясының әскери доктринасында қарастырылған. Біз бұл шектен өттік. Олар сіз ұйықтап жатқанда соққы бере алады. Тіпті сіз бұл бейне жазбаны көріп жатқанда, президент Путин сонымен қатар Америка әлемді жаһандық қақтығысқа итермелейтінін айтты. Бұл абсолютті шындық. Оның бұл туралы қате түсініктері жоқ. Президент Путин өз сөзінде Ресей Федерациясы Днепрдегі Южмаш зауытына қарсы ядролық емес, гипердыбыстық мүмкіндіктері бар баллистикалық зымыранды ұшырды деп мәлімдеді. Ядролық емес. Оның айтуынша, бұл ядролық қару болуы мүмкін. Біз ядролық қаруды қолданбауды таңдадық, бірақ ол болуы мүмкін не? Батыс бұл зымыранның ұшырылуын және оның Днепрге қонуын бақылаған болуы мүмкін. Олар соққының ядролық екенін білу үшін түтіннің таралуын күткен болуы мүмкін. Олар бұл туралы ештеңе білмейді. Президент Путин Европадағы американдықтарды қоса алғанда, қолданыстағы ПРО жүйелері мұндай шабуылдарға жауап бере алмайтынын айтты. Бұл рас, жауап болмады. Тіпті әрекет ету әрекеті де болған жоқ. Бұл зымырандар өте жоғары, өте жылдам ұшады және қатты соққы береді. Ресей Федерациясы сонымен қатар жаңғақ сияқты жүйелер қолданылатын жағдайларда бейбіт тұрғындарға ескерту жасайтынын айтты. Хабарлама анық.
Күймеймін десеңіз, отпен ойнамаңыз деді. Ресей Федерациясы егер сіз бізді араңдата берсеңіз, ескертеміз деп мәлімдейді. Бірақ Украинадан айырмашылығы біз бейбіт азаматтарға зиян тигізгіміз келмейді. Украина зымырандары ұшырып Донбасста, Новороссияда, сондай-ақ Ресейде азаматтарды өлтіреді. Бұл жаңалық емес. Егер сіз Украинаның шабуылы сәтсіз аяқталған Курск облысына қарасаңыз, Ресей енді тұтқындарды алмайды. Бұл психопаттар Ресейдің егеменді территориясына басып кіріп, бейбіт тұрғындарды, жүкті әйелдерді, журналистерді өлтіріп, содан кейін мейірімділікке сеніп, беріле салады деп ойлайды. Жоқ, Ресей енді тұтқындарды алмайды, әсіресе Курск облысында. Алдыңғы қатарда, бірақ Курск облысында емес. Президент Путиннің сөйлеген сөзіндегі ең таңғаларлық нәрсе, оның ұзақтығы небәрі 8 минут. Оның айтқанының бәрі күтілген нәрсе. Мен оның айтпағанына таңғалдым. Ол небәрі 8 минутқа созылды, және маған тарихи контекст жетіспейтін сияқты. Маған мысалы 19 ғасырдағы орыс аграрлық саясатының мәселелері Украинадағы зауытқа фундук зымыранның ұшырылуына себеп болмағанын байқамау қиын болды. Енді батыс жауабына қатысты олар біз Путинге күмәнданамыз. Біз оны байсалды деп ойламаймыз, деді. Жылдар бойы олар ресейлік баллистикалық зымыран жүйелері жұмыс істемейтінін айтты. Енді біз олардың жұмыс істеп жатқанын көріп отырмыз. Путин тек қауіпті өндіреді, бірақ әрекет етпейді деп мәлімдейді. Алайда 2014 жылдан бастап ол Крымды қосып, Украинада құрлықтағы соғысты бастады. Жұмылдыру жүргізді. Құрлықаралық зымыранды ұшырды, және сіз мұның бәрін өтірік деп айтасыз ба? Араңдатушылықты қойып, және бейбітшілік орнатудың уақыты келген сияқты. Адамдар Путин тек сөйлейді, бірақ әрекет етпейді деп ойлайды. Олар ойланып, тарихты еске түсіруі керек. Әсіресе Трамп әкімшілігіне қарайтындар, өйткені Трамп жақында ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесші Майк Уолс пен БУ өкілі Элис Стефаникті тағайындады. Олар Украинаны шексіз әскери қолдауды жалдарғысы келетіндерін айтты. Зеленский батыс пен Трампқа егер ақш қолдауды тоқтатса, Украина соғыста жеңілетінін ескертеді. Ол бұған қатты алаңдайды. Және бұл ессіз шиеленісті тоқтатуға тырысатын дауыстар аз. Солардың бірі Томас Масси. Ол Байденнің Украинаның ақшқа $4,65 миллиард қарызын есептеп шығаруға тырысуын тосқауыл қою туралы қаулы ұсынды. Сонымен қатар Байденге қақтығыстар импичмент жариялауға тырысады. Біз оқиғалардың дамуын бақылауды жалғастырамыз. Дүйсенбіде жаңалықтармен кездескенге дейін. Беньямин Натаньяхуды қамауға алу туралы ордермен, Трамп әкімшілігіндегі сайлаумен және басқа тақырыптармен жағдайды талқылаймыз. Назар аударғаныңыз үшін рахмет.